Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен барлық балалардың сүйсініп жейтін қытырлақ чипсиларын үй жағдайында жасаймыз. Ешқандай майға қуырмаймыз. Ағзаларына пайдалы етіп, дәл дүкендерде сататын чипсилардан артық болып пісетін өте дәмді қытырлақ чипси дайындаймыз. Алдымен картошканы қайнатып аламыз. Піскен картошкаларды аздап салқындатып аламыз. Кейіннен картошкаларымызды еземіз. Мен қазір жарты килограммдай картошка қолдандым. Ешқандай түйіршік қалдырмай барлық картошканы езіп шығамыз. Енді дәміне қарай жарты ас қасық тұз саламыз. Кептірілген сарымсақ және қызыл бұрыш саламыз. 2 ас қасықтай зәйтүн майын құямыз. Картошканы жақсылап араластырамыз. Жақсы пюре болғанға дейін 2-3 минуттай араластырсаңыздар болады. Егер майы аз болса, аздап май құясыздар. Біздің картошкамыз дайын, сондай жұмсақ, әдемі картошка дайын болды. Дайын болған картошканы кондитерлік салафанға салсаңыздар болады. Егер де болмаса, күнделікті қолданатын салафанға да салсаңыздар болады. Міне біздің картошкамыз дайын. Алдын ала пешімізді 180 немесе 200 градуста қыздырып қоямыз. Дайын болған картошканы тапамызға жайғастырамыз. Салафанға салмайым десеңіздер, 1 шай қасықтан қойып шықсаңыздар болады. Бұл чипсиларымыз дүкендегі чипсилардан дәмі ешқандай айырмашылық жоқ. Өте дәмді қытырлақ чипсилар болады. Картошканың үстінен дәл осындай пергамент қағазбен басып шығамыз. Ешқандай жабыспайды, оңай алынады. Барлығына дәл осындай дөңгелек формалар беріп шығамыз. Осымен біздің картошкаларымыз дайын. Дайын болған картошкаларды қызып тұрған пеште 180 немесе 200 градуста қызарғанға дейін 5 минут уақыт аралығында пісіріп аласыздар. Міне біздің жылдам жасалатын өте дәмді, пайдалы қытырлақ чипсиларымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы мен көрсеткен рецептпен балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Дүкендегі пайдасы жоқ чипсиді қолданғанша дәл осындай өз қолыңызбен балаларыңызға пайдалы чипсилар жасап беріңіздер. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.